Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Жалпы барлығымыз осы электр қуатын пайдаланамыз үйімізде. Барлығымыздың үйімізде электр қуаты бар. Енді электр қуатынсыз қазіргі заманды елестету өте қиын. Сол кейінгі кездерде осы электр қуаты тапшылығы байқалып жатыр. Негізі мемлекет тарапынан болсын, осындай көптеген электр үнемдеуге арналған өндеулер көптеп тасталуда. Мысалы, қазір көптеген тұрмыстық техника болсын, мобильді технология болсын, барлық жерде электр тоғын аз пайдалануға тырысып жатыр. Енді ол электр тоғын аз пайдаланған бізге де пайдалы, өйткені сол электрге жұмсалған ақшаны біріншіден аз төлейміз, және осы қоршаған ортаға зиянды да аз келтіреміз. Енді қазіргі сәтте электр тоғын үнемдеудің ең оңтайлы жолы, мысалға үйімізде жаңағы лампа накаливание дейді, яғни қыздыру шамы, соларды LED лампаға ауыстыру. Ол LED лампалары тоқты әлде қайда аз жұмсайды. Жаңағы қыздыру шамдарына қарағанда, мінекей, сол үйдегі барлық қыздыру шамдарын осы LED лампаға ауыстыру мақсатында Қытайдан осындай LED лампалар тапсырыс бердім. Мына екі пакетте 10 лампа жатыр. Мына жерде 5 лампа, мына жерде 5 лампа. Мына пакеттегі лампалар Gearbest интернет дүкеннен келді, ал мына 5 лампа AliExpress'тен келді. Тауарлар шамамен бір айдың көлемінде жүрді. Бір айдан сәл асады. Шатаспасам, бағалары орта есеппен $10 ар жақ бер жағы. Енді нақты бағаларын осы видеоның астында сілтемелерді қалдырып кетеміз, сол жерден көрсеңіздер болады. Мінекей бізге тіпті саудагер $2 купон ұсынып, осындай өзінің купон салып жүрген екен келесі саудаға. Бұл жерде мінекей мына жерде көрсетілген E27 дейді, яғни жаңа цоколь, жаңа біздің осы стандартты патрондарға бұрылатын 220 вольт, мінекей warm white дейді, яғни сары болып жанатын лампалар. Андай аппақ лампа емес, аппақ лампалар көбінесе ол күндізгі лампалар деп аталады. Ол күндіз жағуға арналған лампалар офистарда көбінесе пайдаланады. Ол white деген жаңағыдай аппақ, кейбір көкпеңбек болып жанады. Оны қоятын болсақ, үйдің ішінде көп адамның көзі ауырады енді. Сол үшін осындай сары лампаны пайдаланған дұрыс. Және мына жерде 89 LED дейді, яғни 89 LED диоды болу керек. Сол диодтың моделі 5730 SMD дейді. Мінекей характеристикасын бәрі сыртына көрсетіп қойған екен. Мінекей осындай лампа Goodland дейді. Негізі сапасы жаман емес сияқты. Қазір барлығын ашып көре салайын. Мінекей осындай 5 лампа. Енді Gearbest'тен келген лампаларды ашып көрейік. Мінекей мына жерде E27 цоколін жазған, 72 SMD дейді, яғни бұл жерде 72 диод болу керек. Жарық диод, ал мына жерде 89 диод екен. AliExpress'тен келген лампаларда 89, мына жерде 72 диод. 5730, мына жердегі диодтардың модели 5730, мына жерде де 5730 warm white, жаңа сарғыш болып жанатын, бірақ бұл жерде мінекей Brelong деген фирманың шығарған лампасы. Мінекей мына жерде AliExpress'тен келген лампада LED диодтары көбірек, мына жерде азырақ. Бұлай өздеріңіз қарасаңыздар да байқап отқан шығарсыздар. Қазір енді басқаларын ашып көрейік. Мінекей достар, қазір 95 ваттық жаңа қыздыру лампасымен және мен мынандай флуоресцентті лампамен салыстырып көреміз. 15 ваттық. Мінекей бірінші осы 95 ваттық қыздыру лампасын жағып көрейік. Мінекей осылай жанады, дәл осылай. Және мінекей осындай сап-сары болып жанады. Білмеймін, енді мен көзіме қатты әсер етіп кетті мына жанған кезде. Енді 95 ваттық лампочкеден кем жанбайтын сияқты, артық болмаса. Қазір енді екінші лампаларды көреміз. Мынаның жарықтығы енді тіптен әлсіздеу сияқты. Білмеймін, енді сіздерге қалай көрініп тұр, енді камерамен менің көзіме солай көрінді. Достар, мінекей шамамен алғанда, мінекей мына лампалар 89 диоды бар лампалар, мінекей мына 95 ваттық лампамен бірдей жанып тұр. Жарықтығы жағынан.
Енді менің көзіме солай көрініп тұр, шамамен солай деп есептеуге болады. Ал енді мына 72 диод бар лампалар сәл жаңағы 95 ваттық лампадан әлсіздеу болып тұр. Енді бұл жерде мысалы LED шамдарды мақтап жатқан себебім, бұлар біріншіден тоқты аз жейді, тіпті мінекей мынандай флюоресцентті лампалардан да аз жейді, және бұл экологиялық таза. Ертеңгі күні істемей қалып жаңағы қоқысқа лақтырып жіберсек те, бұлардан табиғатқа бір қатты зиян келмейді. Ал екінші мына лампалар, бұл да жаңағы электр қуатын үнемдейтін лампа болып есептеледі, бірақ бұның ішінде біріншіден зиянды газ бар. Егер мына қолбасы сынатын болса, ішінен зиянды газ шығады. Және бұл мына LED лампаларға қарағанда тоқты көбірек жейді. Және үшінші, мінекей баяғыдан қолданып келе жатырған осы лампа. Бұл лампа тоқты ең көп жейтін лампалар. Сондықтан қазіргі сәтте бұл лампалардан бас тартуға үндеп жатыр көп жерде. Өйткені бұлар тоқты көп жейді. Арзан, бірақ тоқты көп жейді. Енді мына лампаларды қоятын болсақ, енді бұл сапасына байланысты. Егер сапалы лампалар алатын болсақ, бұлар көпке дейін жанып береді. Сол көп жанған уақытта енді жаңағы мына лампалардың жеген тоғын өтеп береді деп ойлаймын өзім. Енді мен шамамен $2 ар жақ бер жағына айналды әрбір лампа. Бұл шамамен енді былайша айтқанда 600-700 теңгеге айналады деген сөз. Бізде енді Алматыда өзім көріп жүрмін. Бұдан әлсіздеу лампалар ең арзаны 700 теңге бізде Алматыда. Сондықтан енді Қытайдан тапсырыс беруге болады деп ойлаймын өзім. Осылай үйлеріңіздегі жарыққа кететін шығынды үнемдеп, әрі электр тоғын үнемдеп, қоршаған ортаны ластауды азайтуға өзіңіздің үлесіңізді қоссаңыз болады. Достар, видео ұнаса лайк басыңыздар. Сілтеменің барлығын осы видеоның астынан көре аласыздар. Сіздердің маған айтқан рахметтеріңіз, сол сіздердің басқан лайктарыңыз. Сондықтан лайктарыңызды аямай баса беріңіздер. Егер каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.